Қалай дыбыс шығармай жел шығаруға болады? Бұл табиғи орын алатын процесс. Дегенмен көпшілік тұрақтаған жерде осындай әрекетке бару ұят дүние. Мәселен, сәбилер осындай әрекет барысында өзіне баршаның назарын аударып күлкіге қарық қылады. Ал ересектер үшін барлығы керісінше. Сіз іштен жел шығару арқылы өзгене тәнті етіп, немесе ұнататын жанды осындай жол арқылы қарата алмайсыз әрине. Алайда бір жағынан желді шығармай іште ұстап тұрудың да денсаулыққа тигізер зияны бар. Осы сәтте сұрақ туындайды: қалай үн-түнсіз ішті босатуға болады? Ең алдымен мұны баяу, әрі асықпай істеу керек. Егер жылдамдық қосатын болсаңыз, дыбысы қатты шығып кетуі әбден мүмкін. Бұлшықеттерді ширатып, терең тыныс алған абзал. Сонда ғана іштегі ауа тыныш қалыпта ақырындап шыға бастайды. Сондай-ақ жаныңыздағылардың назарын өзге нәрсеге бұрған жөн. Бәлкім түшкіріп, немесе жөтеліп, ол болмаса басқа да дыбыстарды шығару қолыңыздан келеді. Осы сәтте тым-тырыс қана табиғи газдан арылыңыз. Бұл сізді ұятқа қалмаудан сақтайды. Біле жүріңіз, жүріп бара жатқан сәтте іштен жел шықса, оның дыбысы баяуырақ болмақ. Оның үстіне егер иіс шығатын болса, онда оны істеген тура сіз екендігін ешкім болжай алмайды. Сондай-ақ ешкім жоқ бөлмеге кірсеңіз де болады. Мұнда сіз емін-еркін іштегі ауаны сыртқа шығарып, ішектеріңізді босатуға мүмкіндік аласыз. Ал бөлмеде көпшілік болса ше, онда басқа аймаққа қарай қадам басыңыз. Және адам көп шоғырланған орыннан аздауына қарай баратыныңыз белгілі. Иісті білдіртпеуге ауа тазартқыш қол ұшын береді. Ал егер сіз қонақта немесе басқа да жерде болсаңыз, бұл иісті жасыруға иісі жағымды қолға арналған кремдер көмектеспек. Мұндағы әдіс қарапайым. Ішті босатқан соң кремді қолыңызға жағасыз. Сонда ғана ешкім байқамайды. Мұндай сәттер жиі мазаламасын десеңіз, тамақтану тәртібін не өзгертіп, не дұрыс жолға қою қажет. Үйден шығару уақытта құрамында газы бар өнімдерді сирек тұтынып, тиісінше газды сусындарды суға алмастырыңыз. Бұл да ішектегі газдың санын арттыратын нәрсе. Егер адам тойып ішсе, немесе тойып жеп, бірақ бір жерге баруға мәжбүр болса, онда ішектегі газдарды қуатын мынадай препараттарды өзімен бірге алып жүруі тиіс.